Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз жазғы трансфер терезесіне адамның ойына кіріп шықпайтын ауысымдар жасап жатқан және You Will Never Walk Alone өлеңімен атақты Ливерпуль жайлы айтатын боламыз. Шығарылымды бастамас бұрын біздің арнаға тіркеліп, видеомызға лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Біз футбол жайлы ақпараттарды қазақша әрі барынша жоғары деңгейде жеткізуге тырысып жатырмыз. Сіздерден тек қолдау болса жеткілікті. Юрген Клоп кеткеннен кейін барлығы Ливерпульді шашылып қалады деп ойлады. Оның үстіне команданы бұған дейін топ 5 чемпионатта жұмыс істемеген Арне Слот тізгіндеді. Клуб басшылығын сол кезде жаңа бапкер келді. Оның өзіндік идеясы бар ау. Жаңа ойыншылар алып берейік деген ой мазаламады. Тек Мохамед Салахты алмастыратын футболшы ретінде Федерико Кьезаны алды. Арне Слот та бұған еш шағымданбай клубтың багажымен ойнап шықты. Жұрттар секілді, мен екінші маусымда трофей отамын демей, алғашқы маусымда Мерсисайдта клубты Англия чемпион етті. Бірақ чемпиондар лигасында 1-8 финалында сүрініп қалды. Сүрінетіндей де бар, себебі Ливерпуль сол кезеңде азуын айға билеп тұрған ПСЖ-мен жолығып қалды. Англия кубогын ерте жолдан құрбан етті, ал лига кубогында финалға дейін жетіп, ол жерде Ньюкаслға жол берді. Енді жаңа маусымда клубтың багажымен ойнау қиын болады. Тың идеялар, жаңа футболшылар керек. Биыл чемпиондық атағын сақтап қалу және чемпиондар лигасын жеңу үшін Арне Слот трансфер кезеңінде ақшаның бетіне қарамай жұмыс жасауда. Ең алдымен Ливерпульден кеткен ойыншыларға тоқталайық. Осы жазда Мерсисайдта клубтан ғана емес, бұл өмірден кетіп қалған футболшы бар. Ол көлік апатына ұшырап 28 жасында қыршынан кеткен Диогу Жота. Португалиялық шабуылшы Ливерпуль сапында 182 матч өткізіп, 65 гол мен 26 нәтижелі пас өз атына жазды. Биыл АПЛ чемпионы атанып, жазда Португалиямен бірге ұлттар лигасын жеңіп алды. Амал қанша, Ливерпуль енді ойыны Жотасыз жалғастырады. Бірнеше жылға жалғасқан сериал аяқталып, Трент Александр-Арнольд өз арманындағы клубқа ауысты. Келісімшарт мерзімінің аяқталуына байланысты 26 жастағы қорғаушы Мадридтік клубқа 1 шілде күні тегін кету керек еді. Бірақ Реал бұл уақытты күте алмай Арнольдты клубтар арасында әлем чемпионатына алып бару үшін Ливерпульге 10 миллион евро төледі. Бұл ретте Мерсисайдты клубқа қошемет жасап қойсақ болады. Осы уақытқа дейін Алисонның көлеңкесіне қалып келген Куйвин Кедекер де өзін көрсету үшін Ливерпульден кетті. Ирландиялық голкипер өзі қатысқан матчтарда жанкүйерлерді жерге қаратпайтын еді, бірақ қосалқы құрамда отырудан жалықса керек. Оның үстіне клубқа Георгий Мамардашвилидің келгенін ескеріп, Брентфордқа ауысу туралы шешім қабылдады. Қызылдар бұл трансферден 16 миллион евро пайда көрді. Ливерпуль тағы бір қосалқы құрамда отыратын футболшысын 35 миллион евроға сатып жіберді. Бұл Джарел Куанса. 22 жастағы орталық қорғаушыны Эрик Тен Хаг жаттықтыратын Байер клубы сатып алды. Бұл Мерсисайдтық ұжым үшінде, Куанса үшінде сәтті трансфер болды. Бәрібір Джарел негізі құрамдағы Ван Дейк және Конатемен бәсекелесе алмайды. Ливерпуль жанкүйерлерін қуантқан тағы бір жайт. Ақыры дегенде Дарвин Нунестің клубтан кетуі. Бенфикадан ауысып келгелі бері Николас Джексон секілді футбол меміне айналған уругвайлық шабуылшы Европа клубтарына да керек болмай Сауд Арабиясына қоныс аударды. Әл-Хилаль Дарвин үшін 53 миллион евро төледі. Алдағы уақытта бонус ретінде 12 миллион евро береді. 2022 жылы Қызылдар Нунесті 80 миллионға сатып алған еді, бірақ 143 матчта небәрі 40 гол соққан шабуылшыны Мерсисайдтық ұжым керек кезде жақсы ақшаға сатып жіберді. Ал енді Арне Слот осы жазда жіберген ең қымбат ойыншысына тоқталайық. Соңғы жылдары команданың шабуылдағы негізгі күшіне айналған неприкасаемый ойыншы болып келген Луис Диас мансабын Баварияда жалғастырамын деп шешіпті. Ливерпуль колумбиялық вингер үшін мүмкіндіктерден 70 миллион евроны шыптырлатып тұрып санап алды. Слоттың Диастан құтылуының себебі командаға орнын баса алатын футболшы келді. Анау-мынау емес 150 миллион евроға. Сондықтан 28 жастағы футболшыны сатып Виртсқа кеткен ақшаның жартысын өндіріп алды. Бұлардан бөлек Мерсисайдтықтар тағы майда шүйде ойыншыларды сатып, азнаулақ ақша істеді. Атап айтсақ, Тайлер Мортонды Лионға 10 миллион евроға. Нейт Филлипсті Вест Бромвичке 3,5 миллион евроға сатты. Вячеслав Ярошты Аяксқа, Харви Дэвисті Кроулиге жалға берді. Трансфер терезесі жабылам дегенше тағы бір 2 ойыншысын сатуы мүмкін. Қазір қорғаныстың сол қапталында ойнайтын 3 футболшы бар. Милош Керкездің келген ескерсек, Эндрю Робертсон немесе Константинос Цимикас кетеді деп күтілуде. Бұл тұста таңдау кәрі қасқырға түсу мүмкін. Себебі 31 жастағы Робертсон өткен маусымда көп қателік жасады.
Қызыл қағазын алып, маңызды сәттерде командасын тастап кетті. Шотландиялық футболшының Атлетико Мадридпен келіссөз жүргізіп үлгергенін де айта кетейік. Сонымен қатар Харви Эллиотқа бірнеше клуб қызығушылық танытуда. Стефан Байчетич ойын практикасын алу үшін өткен маусымдағыдай жалға берілуі мүмкін. Қорыта айтқанда, Ливерпуль дәл қазіргі сәтте ойыншыларын сату арқылы 196 миллион евро пайда тауыпты. Енді Арне Слоттың командаға аттай қалатып алдырған футболшыларын тізбектеп шығайық. Ливерпуль осы жазда 4 футболшыны сатып алу үшін 300 миллион евро құрт тастады. Ең қымбаты Флориан Виртс 22 жастағы футболшы үшін Байерге 125 миллион евро төледі. Алдағы уақытта бонус ретінде тағы 25 миллион евро беруі тиіс. Әзірге осы жазда тіркелген Европадағы ең қымбат трансфер осы болып тұр. Неміс футболшысы Байер сапында шабуылшының астында немесе вингер ретінде ойнап жүрді. Өткен маусымда 45 матчта төбе көрсетіп, 16 гол мен 15 нәтижеде пасты өз атына жазған. Мерсисайдта клубта келгелі бері Арне Слот оны ондықтың позициясында ойнатып жүр. Қазірдің өзінде 4 жолдастық матчқа қатысып, 1 гол мен 1 ассист рәсімдеп үлгерді. Қажет болған жағдайда Баварияға кеткен Луис Диастың да позициясында жауап бере алады. Ливерпульдің одан кейін жасаған трансферде онша-мұнша емес, 100 миллион евро төңірегіндегі ойыншы Айнтрахт 23 жастағы футболшы Уго Экитикені 80 миллион евроға жіберді. Бонус ретінде 15 миллион евро алатыны тағы бар. Өткен маусымда француз футболшы 48 матчқа қатысып, 22 гол мен 12 нәтижеде пастың авторы атанды. Англияға келе салып алғашқы матчында Кристал Пэлас қақпасына гол соқты. Экитики де әмбебап футболшы, тек орталық шабуылшы ретінде ғана емес, вингер ретінде де ойнап бере алады. Бірақ Арне Слот оны форвард позициясына ойнататындай көрінді. Виртс екеуі болашағынан зор үміт күттіретін футболшы болғандықтан кеткен ақшаны артығымен ақтап беру тиіс. Қызылдар Реалға кеткен Трент Александр-Арнольдтың орнына ұзақ ойланбай Байерден Жереми Фримпонгты алды. Трансфер құны туп-тура 40 миллион евроны құрады. Осылайша Арне Слот клубтағы жерлестерінің санын тағы біреуге арттырды. Фримпонг, Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо және Райан Гравенбергтен кейінгі 4-ші нидерландтық футболшы болып тіркелді. Хаби Алонсо 24 жастағы футболшыны былтыр латераль ретінде қолданды. Қорғанысқа қарағанда шабуылға көп көңіл бөліп жүрді. Өткен маусымда 48 ойын өткізіп, 5 гол мен 12 ассист рәсімдеді. Ал енді Ливерпульде шабуыл мен қорғанысқа бірдей үлгеру қажет. Жаңа командасы сапында 5 матчқа қатысып үлгерді. Кеше Кристал Пэласпен болған ойында дебюттік голын соқты. Арне Слот қорғаныстың сол қапталы әлсірегенін сезіп, бұл позицияда нығайтып алды. Эндрю Робертсында баяғыдай қарқын жоқ, ал Цимикастың негізгі құрамда ойнауға шамасы жетпейді. Осыны ескерген Мерсисайдтық ұжым Борнмуттан былтыр АПЛ-дағы үздік қорғаушылардың бірі болған Милош Керкезді 47 миллион евроға сатып алды. 21 жастағы футболшы жаңа клубында өзін бөтен сезінбейді. Ливерпульде оны өзінің жерлесі Доминик Собослай қуана-қуана қарсы алды. Борнмут 4 қорғаушы схемасымен ойнағандықтан Керкезде Фримпонг сияқты қиындықтар болмауы тиіс. Өткен маусымда 42 матч өткізіп, 2 гол мен 6 ассист рәсімдеген венгриялық қорғаушы Ливерпульге келгелі бері 5 жолдастық ойынға қатысты. Айтпақшы, қызылдардың өткен жазда жасап қойған трансфері бар еді. Сол туралы да айтпасқа болмайды, өйткені былтыр алынғанымен командаға енді ғана қосылып отыр. Ол Валенсия қақпашысы болған Георгий Мамардашвили. Арне Слот грузиялық голкиперді бір маусымға испаниялық клубқа жалға берді. Оның трансфер үшін 30 миллион евро төлеген болатын. Енді Ливерпуль сапында қос бірдей мықты қақпашы бар. Демек, бәсекелестік арта түседі деген сөз. Маусымалды дайындық кезінде Алисонға да Мамардашвилиге де бірдей ойын уақыты берілді. Енді бразилиялық қақпашыға босансуға болмайды. Айтпақшы, жаңа ойыншылардың нөмірімен де таныс болыңыздар. Милош Керкес 6, Флориан Виртс 7, Уго Экитики 22, Георгий Мамардашвили 25, Жереми Фримпонг 30. Арне Слот жаңа схема ойлап таппай, үйреніп қалған 4-3-2-1 жүйесімен ойнауын жалғастыра береді. Маусым алдындағы оқу-жаттығу жиынында да осы схеманы пайдаланды. Қақпашы мәселесінде жаңа ғана айтып өттік. Жаңа маусымда жақсы білетін Алисонмен бастайтыны анық, бірақ оны маусым бойы бірінші нөмір болып жүру қиын. Бір қателік Мамардашвили негізгі құрамнан табылады. Қорғаныс шебі 50%-ға жаңарды. Оң қапталда Жереми Фримпонг пен оны алмастыратын Конор Брэдли бар. Ал сол қапталда Милош Керкес негізгі құрамда ойнайды. Бұл позицияда Эндрю Робертсон мен Константино Цимикас бар. Біреуі күзге дейін командадан кетуі бек мүмкін. Орталық қорғаныста көз үйренген Вирджил ван Дейк пен Ибрахима Конате. Конате қорғанысқа жылдамдық қосса, тас қамал саналатын Ван Дейк сенімділік беріп тұрады. Бұларда алмастыратын Джо Гомес қана бар. Демек,
Арне Слотқа жаз аяқталғанша тағы бір орталық қорғаушы алу керек. Осы тұста Ливерпульдің Кристал Пэластағы Марк Гехиге қызығушылық танытып жатқанын айта кеткен жөн. Артқы жартылай қорғаушы позициясында екі футболшы ойнайды. Райан Гравенберг пен Доминик Собослай ешкімге орындарын оңайлықпен бере қоймайды. Оларды Ватару Эндо мен Кертис Джонс алмастыра алады. Керек болса Алексис Маккалистер де бұл позицияны жауап бере алады. Ал ондықтың позициясында Флориан Виртс ойнайтынына ешкімнің күмәні жоқ шығар. Бірақ онымен бәсекелесетін Маккалистердің бар екенін ұмытпайық. Сол қапталдан Мохамед Салах пен оң қапталдан Коди Гакпо шабуылға ұмтылады. Салахты өткен маусымда АПЛда 5 қана матч өткізген Федерико Кьеза, ал Гакпоны Харви Эллиот алмастыра алады. Ал орталық шабуылшы позициясына Уго Экитике өнер көрсетеді. Ливерпульдің шабуыл шебінде ойнайтын жас футболшылар да жетерлік. Мысалы, 16 жастағы Рио Нгумоа 4 жолдастық матчқа қатысып, 2 гол соққан, 2 нәтижеде пас шығарған. Сондай-ақ былтыр Миддлсброда ойнап келген 19 жастағы Бен Доуак бар. Бірақ Арне Слот бұл екеуін жалға беріп, Ньюкаслдан Александр Исакты сатып алуы мүмкін. Мерсисайдты клуб швед шабуылшысы үшін 120 миллион евро ұсынған. Сауысқандар бұл ұсынысты қабылдамапты. Ньюкасл қазір өздеріне жаңа форвард іздестіруде. Тапқан жағдайда Исакты Ливерпульге сатып жіберу мүмкін. Сондықтан Слот үшін әлі трансфер терезесі жабылған жоқ. 300 миллион евро құрттық деп тұрған бұл жоқ. Мүмкіндік болса Исакты алып алғысы келеді. Қызылдар жазғы оқу жаттығу жиыны кезінде 5 жолдастық матч өткізді. Престонды 3-1, Йокогаманы 3-1, Атлетикті 4-1 және 3-2 есебімен ұтты. Бірақ Миланнан 4-2 есебімен ұтылып қалды. Ливерпуль жаңа маусымдағы алғашқы ресми матчында өткізіп үлгерді. Англия суперкубогы үшін Кристал Пэлас пен күш сынасып пенальтилер сериясында жеңіліп қалды. Бұл Мо Салахтың мансабындағы ең нашар матчтардың бірі болды. Қақпаға 1-1 соққы жасамағаны былай тұрсын, пенальтилер сериясында допты айдалаға тепті. Бірақ демалыс аяқталып, маусымға енді ғана кіріп жатыр ғой. Былтыр мысырлық перғауынның АПЛды төңкергенін ұмытпайық. Осылайша Арне Слот маусымда трофеймен бастау мүмкіндігінен айырылды. Енді Англия премьер-лигасының алғашқы турында Борнмутты қабылдайды. Трансфер нарығында құртқан ақшасын ескерсек, биыл Ливерпульге жасалатын қысым әдеттегіден қатты болады. Англия чемпионы деген атағын сақтап қалудан бөлек, мынандай құраммен чемпиондар лигасында да топ жару керек. Бұл қолдарынан келе ме? Тамыз айының ортасында басталып, мамыр айының соңына дейін жалғасатын жаңа маусымда білетін боламыз.